Бұрын от қартайымдардың хилеуі бойынша, отайымдардың хилеуі бойынша Балқантау бойынан Заятүлек деген бір хунарсы Аслыкөл бойына Қорағас тауларына келіп хунар қылып йөри тұрған болған. Ол бір күнде қона қала. Ол вақытта шоңқарын ер қошына ұлтыртып, өйденің толпары қырына өйде ұлтырып, тамақ ялғап ұлтырған вақытта, оның көзе төше бір жолтыра бұқ нәмеге. Ол вақытта антылып қарай, қораға шондай хылу бір қыз, алтын торақ менен бик ұзын, оларның хилеуі бойын сайында 60 құлақсылы сәсін тора отырған болған. Бұның янына оның жүрегі түзмей, ол құштай атылып қыз янына келіп баса. Қыз оны хизмейді қала келгенін. Ол айтайынды, «Хізге не керек, әдем?» deyip. Ол қыздың матурлығына хұқланып, нәме әйтергелі білмейінсі тұра. Хізден башқа Заятүлек, хізден башқа бір нәмелі керек меймеңе дейіп. Қыз бұнан несікті құтылырға білмейінсі, бұлай дейіп хамақлай. Ой, түлегім, түлегім, ой, түлегім, түлегім, өзілмәхін өзегің, алтын тарақ, ой, күзге, болған хиңе бүлегім дейіп. Заятүлек бір вақыттала ол шанаға келмей бұңа. Алтын тарақ, ой, күзге міне мен нешлейім, хинен башқа меңе бір нәмелі керек мей дейіп, онан қолмасқа бұла. Шул вақытта қыз хұлау хейлеге тарып, бұна тегінен қойдандыр, кімдердір келетіп қоратыға мәжбүр етсе, шол арада ол хуға түшіпті сұмған бұла. Ху үстінде оның сесінің тұлымдарығына көрініп қала. Заятүлек бұны көріп қалып, талпынып, хуға барып түшіп, артының сесінің тұлымына ебішіп, қолына урай барып, онда қыздың жанына барып жете. Hem ondan қалмасын әйтеп, қыз хис-сексерінде риза бұла бұны, отағы қырына алып қайта. Отағы бикті, месік деп әйтейім, осалғына бұла мекенінде. Шылай да балаларының нық құраударына ол жауап етіп, оларға ризалықтарын бере. Олар онда дүнде күтіп, ешеп кетелер. Тик Заятүлек биклік қағына Өленің туған жағын, әсәхін ешіне түшірі, Қорағас қырында бейленіп қалған тұлпарын, көк шоңқарын ешіне түшірі, шулай да ху уақытынан асылы көл астына сығарға мүмкінлік болмай. Бұның хорғайғанын, хоғынғанын біліп, ху-хулу отағына мүрәжағат ете. Отағы ерге сығарға, отағы оңа риза болмай, оңа өзінің жоранларына ташны тауны тауға қушып, темір менен қыршып, Балқантау рәуішіне кетіріп, Балқантауны мұнда күсіріп кетірәбет деген форман бере. Ләкин бұл күлтірген тау Заятүлекке хисті ұшамай. Заятүлек әйті, бұл тау Балқантау түгіл, бенің Балқантауым бұңа ұқшамаған, һәм бұлай тейіп хамақлай. Алпан-тұлпан отлаған, айуы көп Балқантау, бүлә-бүлә йөріген, бүрехе көп Балқантау. Биденген матур қызай, түлкехе көп Балқантау, сынтыр құйрық, йылтыр көз қояны көп Балқантау, майлап алған қойыштай, йыланы көп Балқантау, тауны-тауныға ұқшатқан, темірменен қыршатқан, Балқантауым бұл түгел, деп. Münefer apay, Mına şu hamakta edrek ikinci kege aytabilirsiniz. Mening neneyim şulay dip, şul naq mına şulay dip hileytirgan ine. Şu hamaklap Balqantauına da düşürüp ko'rsatgan ekan da şunan Zaятүлек o'xshatmayinsa yerlab yebergen. Tauny tauga quşagan temir bilen qırşagan. Balqantauım bol tugil, Balqantauım bol tugil. Dip hamaklagan. Alpan-tulpan otlaydır Balqantau'nun ayığı. Balqantauım bol tugil, Balqantauım bol tugil dip hamaklap
хамаклаған. Шунан су асты батшасы мана еллеп шулай өзінің хезмәтләренә ярдәм сораган. Кыз белән егетне су өстенә сыгарырга ергә. Шунан Зоят үләккә әйткән, Балкантауга җитмәенсә артыңа карама әйләнеп дигән, күйдегенне йомыгып дигән. Кызны да биргән, риза булып үзләре яратышкас. Шунан Зоят үләккәне яхшы тулпарга атландырып, кызны утыртып, су астынан сыгарга фарман биргән. Шунан Зоят үләк су өстенә сыккас, бик көчле Ер тетрәгән, күкләр күкрәгән, көчле тавышлар, төрле шундый тавышлар булган. Зоят үләк Балкантауга җиткәнен көтмәгән, артына әйләнеп караган. Түзмәгән инде. Түзмәгән. Шунан әйләнеп караса, артынан караван булып мал килә икән. Шунан Зоят үләк карагас, нисә караган шулай мал сыгудан туктаган. Байлык сыгудан туктаган. Сыкканы аңа ияреп кайткан Зоят үләккә. Шунан Балкантауына кайтып җиткән матур кызны суның кызы сусылуды алып. Шунан халыклар, ey Балкантау халыклары йөгереп килгәннәр. Бу Зоят үләк кайткан дип уратып алганнар Зоят үләк белән сусылуына. Алар узак яшәгәннәр, нәнәем сөйләй торган Зоят үләкләр. Матур дөнья көткәннәр. Зоят үләкне шунда Балкантауга гирләгәннәр. Анда аның кабере бар ди. Анда кешеләр хәер салып китәләр, киткәннәр һәр вакытта барып гыйбадат кылганнар шу Зоят үләкнең каберенә. Өйдә берәй барымын дигәнем әле шунда нәнәемнең сүзе исемнән һис китмәй. Элек бunda da килеп, Казан ташка кайыр салып, Еләккә бunda Ташмырын дигән җир бар. Менә бunda Олы Ташмырын, түбәнрәк кесе Ташмырын диләр. Онда Еләккә килгән вакытта бер тиенме, 2 тиенме, я булмаһа услап Еләк булса да халып китә торган җава бар иде. Бу Карагас Ташмырынга дагы Казан ташка. Ул иртән килүгә тагын да карайбыз. Оны кемдер? Елме, әллә башка берәр төрле нәмәме дигән шикелле бер нәмәлә булмай торган иде. Ул әсәем 93 яшьтә үлде. Ул бит легенданы Асылы күлнең ничек барлыкка килгәннән башлап шунда ул һөйләй торган иде. Ул шунда әйтә иде. Зоят үләк 6 агаһы булган бит инде аның 7-нче бары булган. 6 агаһы менән берлектә бул яуга китә. Бик озаклар кайтмагыз. Ху-хулу Зоят үләк һәмәк үзенең туган илендә һагынган, ата-әсәһендә һагынгандыр инде. Зоят үләгендә һагынып, бuna Мисташ кырындагы тау башынан хуга Аслы күлгә атылган дип һөйләгәне әле булса хәтердә тора.